Сәлем достар, біз бүгін көптен күткен меренг өрлетті жасайтын боламыз. Ең оңай және де ең сәтті рецепт. Дәл осы рецептпен 4-5 жыл бойы үздіксіз осы меренг өрлетті мен продажада сатқанмын. Ал ендеше кеттік. Құрамында артық ештеме жоқ, өте қарапайым заттардан жасалынады. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы жұмыртқаның ағы керек. Одан соң құм шекер, өте майда құм шекер алуға тырысыңыздар. Сонда процесс тез жүреді. Ситадан өткізілген сахарная пудра, лимонная кислота және де тұз керек. Белокқа шымшым тұз, 1 шымшым лимон қышқылын қосамыз. Миксерімізді қосып, жай жылдамдықтан бастап араластырамыз. Белогымыз осылай көбіктенген кезде 1-2 қасық қантты салып бастаймыз. Массамыз көбіктеніп, ағарған сайын қантты шетінен салып отырамыз. Рецептте көрсетілген қантты 5-6 бөлікке бөліп, шетінен асықпай салып отырамыз. Онымен қоса миксердің жылдамдығын көбейтіп отыруды ұмытпаңыздар. Достар, менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Мінекей достар, біздің меренгамыз дайын болды. Дәл осындай аппақ, тығыз және де пышный масса болу керек. Ыдысты төңкерген кезде құламайтындай формасын ұстайды. Ең басты фишка бұл кішкене меренганы алып 2 саусақтың ортасында осылай тексеріп көреміз. Сол кезде ешқандай қанттың түйіршіктері сезілмеу керек. Сонда меренгаңыз толықтай дайын деген сөз. Сахарная пудрамызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне ғана араластырамыз. Қалай болса солай араластырмаңыздар. Меренганың пышности кетіп қалады. Достар, описание бөлімінде меренговый рулеттің толық рецептісі жазылған. Духовканың листына пергамент қағазын немесе тефлон қағазын үлкенірек қылып төсейміз, яғни листтің формасынан артық жан-жағына шығарып төсеңіздер. Меренгамызды салып, толықтай жайып шығамыз. Силиконы лопатканың көмегімен осылай біркелкі етіп, тегістеп жайып шығамыз. Менде осындай лопатка бар, соның көмегімен кішкене ғана узор жасап шығамын. Духовкамызды 200 градусқа дейін қыздырып, содан соң 140-150 градусқа түсіріп, 20-22 минуттай меренганы пісіреміз. Меренга піскенше кремін жасаймыз. Міндетті түрде 33%-дан жоғары натуральный сливки алыңыздар. Кез келген творожный сыр және де сахарная пудра қажет. Барлық ингредиентті миксердің чашкасына саламыз. Қарапайым крем-чиз жасаймыз. Араластыру барысында басындағы 1-2 минутта бізге творожный сыр мен сливкидің жай ғана біріккені керек. Ақырындап миксердің жылдамдығын көбейте отырып, жоғары жылдамдықтарда кремді взбивать етеміз. Жай араластыру емес, венчиктің көмегімен взбивать етеміз. Бізге осындай орташа тығыздықтағы формасын ұстайтын крем керек. Біздің меренгамыз дайын, оны тексерудің мынандай әдісі бар. Жай ғана саусақтың көмегімен осылай басқан кезде кішкене қытырлау керек. Яғни сырты қытырлаған, іші жұмсақ болу керек. Меренганың бетіне үлкендеу формада пергамент қағазын немесе газетті төсеп, дәл видеодағыдай төңкеріп, толықтай суығанын күтеміз. Ол суығанша рулетіміздің начинкасын дайындаймыз. Мен клубника мен шапталын алдым. Негізі кез келген қалаған жеміс-жидектеріңізді алсаңыздар болады. Енді рулетімізді жинаймыз. Толықтай суыған меренгаға барлық кремімізді салып, силиконовый лопатканың көмегімен кремді біркелкі етіп жайып шығамыз. Рулетіміздің жоғары жағына 2-3 сантиметрдей жеткізбей кремді жағамыз. Жеміс-жидектерімізді салып шығамыз. Негізінде тек малина қоссаңыздар өте керемет дәм береді. Видеода көрсетілгендей рулетімізді тығыздап тұрып ораймыз. 2 жағын осылай жабыңқырап, холодильникке кемінде жарты сағатқа салып қоямыз. Мінекей достар, біздің рулетіміз дайын. Мен оны сыйлыққа жасағандықтан ортасынан осылай бөліп, қорапқа орналастырдым. Кондитерский мешокқа кішкене крем алып қалып, өздеріңіздің қалауларыңша сәндесеңіздер болады. Ал достар, сіздердің көптен күткен, көптен сұраған меренг өрлеттеріңіз дайын. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін.
міндетті түрде барлықтарыңызда шығады. Қол миксерімен жасасаңыздар да дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі деген өте нәзік, өте жұмсақ, аузыңызда еритін десерттердің бірі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Тоғжан.